Қыз өте әдемі, ибалы, әдепті және білімді мектеп оқушысы еді. Оны бәрі мақтайтын, озат оқитын, үй шаруасында жақсы. Анасынан басқа ешкімі жоқ, әкесі анасын екеуін тастап кеткен. Әкесінің түрінде көрмеген. Анасының айтуынша, әкесі оны тастап өзге әйелмен басқа жерге кеткен екен. Қыздың анасы қарапайым сатушы, балалар үйіне шыққан, қалада пәтер жалдап екеуі ғана тұрады. Қыз 11 сынып оқиды, жақында грантқа оқуға түспек арманы бар. Анасы оған сый деп ұялы телефон алып берді. Қыз ортасымен тең болып қатты қуанды. Ол енді интернетке кіріп әртүрлі желілерге тіркеле басталды. Осылай күндер өтіп жатты. ОБТ-ға дайындалып және ғаламторға кірумен күндер жалғасты. Қыз бір күні бір студент жігітпен ВКонтакте арқылы танысып, көп ұзамай кездесіп сырласып жүрді. Жігіт қызбен жасты, колледжде оқиды. Сүйкімді, сұлу, бойы ұзын, өте керемет жан. Күндер зулап, жігіт қызға сезімін айтып ұсыныс жасады. Қыз да жақсы көріп қабыл алды. Солай екеуі жүріп жүрді. Қыздың анасы бұл туралы біліп, қызына артық кетпей жүруін ескертті. Міне, қыз мектеп бітіріп жігіттің қасына табылды. Ақыры ОБТ болды. Қыз өзіне сеніп, жақсы ұпай алды. Бұған анасы мен сүйген жігіті қатты қуанды. Енді ол Алматыға оқуға тапсыруды ойланды. Оған да түсті. Жаз, шілде айы. Жігіт оған үйленгісі келетінін айтты. Қыз келісім бергенімен анасынан рұқсат сұрау керегін айтты. Ал анасы жігіттің ата-анасы қарсы болмаса, ақ батасын беретіндігін айтты. Апта соңында жігіт қызды үйіне әкеліп ата-анасымен таныстырады. Олар өте бай адамдар екен. Оларға болашақ келіндері ұнады. Жігіттің әкесі қызға сұрақтар қойып танысып жатыр. Қызым, әкең анаң бар ма? Анам бар, әкем жоқ. Жай өмір ғой, деп жігіттің әкесі ойланып қалды. Қызым, тегің кім? Анаңның есімі кім? Тегім Хасенова, анам Үміт, деді қыз. Осы сөздер жігіттің әкесіне қатты тиіп жүрегін жарып шықты. Себебі алдында отырған қыз оның тастап кеткен туған қызы еді. Ойланып мұңға батты, бірақ ештеңе айтпады. Жігіт қызды үйіне апарған соң өз үйіне оралды. Әкесі ұлына: "Ол қызға үйленбейсің, ол кедей, бізге лайық емес", деп кесіп айтты. Әке: "Олай деме, бәрібір мен оны сүйем. Ұлым, бір нәрсе айтам, тек сен ренжіме, жарай ма?" "Иә, айтыңыз." Әкесі бәрін айтып берді. Жігіт жылап, әкесіне қатты сөздер айтып, үйден шығып кетті. Қызға айтуға батылы бармады. Тастап кеткен әкенің ұлымен жүрегінен естісе, қыз жоламайтынын білді. Қарындасын сүйгеніне қатты қиналып, хабарсыз жоқ болып кетті. Қыз алаңдап қоңырау соқты өшірулі. Үйіне бармақ барды да ұлдарын сұрап еді, әкесі жылап қызға ақиқатты жайып салды. Қыз езіле отыра жылап әкесін ұра берді. Сол уақытта ұлдары келе қалды. Жігіт қызды жұбатып екеуі үйден кетіп қалды. Қарындасы әрі сүйген ол. "Біз кінәлі емеспіз, үйленеміз, мен сені сүйем", деді. Қыз: "Жоқ, жібер, сен менің ағамсың, үйленбейміз, кешір мені." "Олай айтпа, сені мен сүйем ғой." "Жоқ, қазір бәрі өзгерді. Енді маған жолама, сонда мен кінәлімін бе?" "Жоқ, сен менің ағамсың. Арамызда махаббат болмауы керек. Мен сені сүйем ғой", деді жігіт қинала. "Сау бол, анама ештеңе айтпаймын, тек менен аулақ жүр, ренжіме жаным", деп қыз жылап кетіп қалады. Жігіт сезімін қанша айтса да қыз тыңдағысы келмеді. Жігіт сол күні көлік астына түсіп қайтыс болды. Жігіттің анасы қызға хабарласып, өксіп жылап тұрып, ұлының айырылғанын айтты. Қыз одан бетер қан жылап, анасымен қосыла жылады. Тас жүрек әке ұлынан айырылғаннан естіп сөйлемей мылқау болып қалды. Жігіт жерге көмілді.
Қыз өзін кінәлаумен жүр. Сағынды қайта оралмайтынын сенбейді. Тұңғиық әлемде мұңмен күн кешуде. Жігіттің қабырғасынан шықпайды. Әкесін жек көріп халін де сұрамады. Әкесі мылқау. Өз ұлын жұтқан үшін өзін жек көреді. Бұған кім кінәлі?